Байлықтың бірі мал деген, сиыр малы. Қазақ сиырды жасына қарай бұзау, бір жасына дейінгі торпақ, тана, бір жастан асқаны, баспақ, күзге қарайғы бұзауды кей жерде осылай атайды. Қашар, сиырдың бір жастағы ұрғашысы, тайынша, 2 жасқа келгені, құнажын, 2 жастан асқан төл беретін сиыр, дөнежін, бесті сиыр, сақа сиыр деп дейді. 2 жастан асқанын еркегі тартырылса, өгіз, тарттырылмаса, бұқа дейді. Бұқалар мен өгіздер. Кенже тайынша бұқа піштірілмеген еркек бұзаудың 1 жасқа жетпегені қыста туылған бұзаудың кішісі. Бұқашық, 6 айдан асқан еркек бұзау. Бұқаша, 1 жасқа еркін толмаған піштірілмеген тайынша. Тайынша бұқа, 1 жасар. Құнан бұқа, 2 жасар. Дөнен бұқа, табынға түскеніне 3 жыл болған. Бесті бұқа, аталыға әбден жетілген 5 жасқа келген деп бөлінеді. Сиырлар күй жайына қарай, мамырлаған сиыр. Қыстан шыққан семіздігіне жазғы семіздігі қосылып, еті өте майланып семірген сиыр. Шайлаған сиыр, әдеттен тыс қатты семіріп, аяғын зорға алып, жай басатын сиыр. Қауқа сиыр, ерте туған бұзаудың күтімсіздіктен жүдеп, сыртқы жүні іріп, жақ жүндері үрпейіп тұрған. Ту сиыр, 3 не 4 жасар сиырдың шағылысып кетсе де бұзауламағаны, немесе 2-3 жыл бұқа шағылыспай семіз күйлі жүргені. Босалан сиыр, қысқа төзімсіз, тез арықтап жүдейтіні. Бітеу сиыр, өмірі бұзауламай, бір қалыпты семіз болатын сиыр. Сиыр түлігінде болатын аурулар. Қарасан, ірі қараның бұлшық еттерін шелін зақымдамайды. Денесін газды ісіктер шығарып, ыстығын көтереді. Қара талақ, талағы қарайып, ісіп кетуі. Мәлік, ала өкпе ауруы. Шұрық, сиырдың тышқақ боп ауырып, шаптан бүйірден тесіліп, терінің ішінен ала сыртына бұлтиып шығып тұратын ауруы. Сарын, бақайдың арасында ісіп шығатын ауру. Аусыл, аузына, желіні мен аяқтарына күлдірлеуіктер шығып, ыстығы көтеріліп, денесін улайтын өте жұқпалы ауру. Қызыл шу болу, бұзау тастау. Қара түнек, ішегі түйіліп, жыны тоқтап, ішектердің қарайып кетуі. Абыр бақай, бақай арасына саздың кептеліп, қатып қалуынан жүргізбей тастайтын жараның аты. Мүйізгек, сиырдың қынабын қабындырып, бұқаның ауруға ұштырататын жұқпалы ауру. Бұзау тоз, бұзаудың терісін зақымдап, қабындырып, іріндетіп жұқпалы ауру. Ақтышқақ, жана туған бұзаудың ішін өткізетін, өлімге де ұшырататын жұқпалы ауру. Тентек бұзау, тайыншаның миын зақымдайтын ауру. Оқыра, бөгелектен пайда болатын ауру. Сиырдың күндізгі, кешкі мезгілде шала шарпы жеген шөптерін, жалбыршақты қарыннан аузына қайтып келіп, қайтадан шайнап жатуы күйсеу. Әбден тойғанда от оттамай тыныстап, күйіс қайырмай жатуын жусау дейді.